Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың математикасының 99-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар, ең бірінші біздің арнамызға подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық, иә? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, балалар, біз текше тікбұрышты параллелепипед тақырыбын жалғастырамыз. Енді фотосуретке түсіру өнері. Сен фигуралардың жазбасын дайындайсың және моделін жинайсың. Оның орналасуындағы өзгерістерді түсіндіресің, есептеу тәсілдерін қайталайтын боласың дейді. Енді балалар, бізде бірінші есеп жазбаны қара, фотосуретші текшелерді үлгіде көрсетілгендей түсірді дейді. Текшенің сол және оң, жоғарғы және төменгі жақтарында, артқы жақтарында қанша нүктеден болатынын анықта дейді. Яғни балалар, бізде фотосуретші текшені дәл осылай түсірген, иә? Оның біз балалар, яғни текшенің сол жағында, оң жағында, жоғарғы, төменгі, артқы жақтарында қанша нүктеден бар екенін табуымыз керекпіз. Текшені ал дейді, нүктелерінің орналасуы жазбамен сәйкес келе ме? Тексер дейді, иә? Енді балалар, сендер өздерің білетіндей, біз алдыңғы сабақтарда айтып кеткенбіз, бізде әрқашан екі жақты екі қарама-қарсы қосқанда, екі жақтары бізде 7-ге тең болады дегенбіз, яғни мысалы бізге балалар 6-ға қарама-қарсы 1 тұрса, екеуін қосқанда 7 шығады екен, ал 5-ке 2-ні, яғни 5 пен 2 бір-біріне қарама-қарсы тұрса, 7 шығады, ода да 7 шығады. 3 пен 4 бір-біріне қарама-қарсы тұрса, 7 шығады. Яғни балалар, әр текшенің, яғни қарама-қарсысында тұрған сандарын бір-біріне қосатын болсақ, бұл жерде 7 деген сан шығатын алдыңғы сабақтарда біз айтқан болатынбыз. Енді бізде балалар, мына текшенің жазбасында бізде сол жағында, оң жағында, жоғарғы, төменгі және артқы жақтарында қандай нүкте болатынын анықтауымыз керек бізде. Балалар, өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде бізде суретте 2 дегеніміз ол алдыңғы жағында көрсетіліп тұр, яғни алдыңғы жағында міне 2 деп көрсетіліп тұр, Енді оның біз сол жағын табуымыз керекпіз. Сол жағында бізде балалар 6 деген 6 нүкте тұр, яғни 6 деп жазамыз, Одан кейін оң жағында бізде балалар 6-ға қарама-қарсы бізде 1 тұр, 1 тұр екен. Яғни 1 деп жазып қоямыз. Одан кейін жоғарғы жағында бізде балалар 3 тұр екен, мына жерде 3 тұр екен. Яғни 3 деп жазамыз. 3-ке қарама-қарсы балалар өздерің білетіндей 4 тұрады, яғни төменгі жағында 4 болады екен. Ал мына жерде де 4 болып тұр екен, төменгі жағы 4 деп жазамыз. Ал арт жағында бізде балалар 5 болады екен, себебі бізде алдыңғы жағында 2 болып тұр, ал арт жағында оған қарама-қарсы сәйкесінше 5 деген сан болады екен, осылай балалар жазып қоямыз. Келесі бізде балалар екінші есеп. Артық текшені тауып оның нөмірін жаз дейді. Яғни балалар, бұл жерде бізде ең соңғы, яғни 4-ші текше артық болады екен, яғни 4-ші текше артық деп жазамыз. Не үшін балалар 4-ші текше артық? Себебі қарай қойыңдар, Мысалы, мына жерге қарасақ, жасыл суреттер бар, жасыл фигуралар бар. Яғни, біріншіде бізде жасыл фигура былайынан берілген, яғни осылайынан берілген екен, Енді бұл жерде балалар жасыл фигуралар бір-біріне тиіп тұрған жоқ, Екіншісінде де дәл солай. Екі фигура бір-біріне мүлдем тиіп тұрған жоқ, Үшіншіде де дәл солай, фигуралар бір-біріне тиіп тұрған жоқ, Ал төртіншісінде бізде балалар фигуралар бір-біріне бізде тиіп тұр екен, Ал басқа фигураларда тиіп тұрған жоқ. Сол себепті бізде 4-ші текше артық болады екен. Келесі бізде балалар үшінші есеп. А есебі. Қорапты қолыңа алып, тікбұрышты параллелепипедтің қанша төбесі, жақтары, қабырғалары болатынын жаз дейді, Яғни бізде балалар мынандай қорап берілген, оның төбелерін, жақтарын және қабырғаларының қанша болатынын жазуымыз керек бізде. Бізде балалар төбесі 8 болады, Не үшін 8 болады? Себебі қарай қояғы, санаяғы, Мысалы, мынау бірінші төбе дейік, мынау екінші төбе, мынау одан кейін үшінші төбесі, 4-ші төбесі, дәл солай ар жағында да 4 төбе бар, яғни 5, 6, 7, мына жағында да ар жағында тағы бір төбе бар, яғни 8-ші төбе бар, яғни төбесі 8 екен балалар. Одан кейін жақтары дейді. Жақтары дегеніміз, яғни балалар бізде 6 екен, Не үшін 6? Себебі қарай қойық. Мына жақта бір жақ бар, ар жағында тағы да екінші жақ бар, Мына жақта үшінші жақ бар. Одан кейін балалар
мына жақ бізде 4-ші жағы болады балалар. Одан кейін үсті бізде балалар 5-ші жағы болады. Асты бізде балалар 6-шы жағы болады екен, иә. Енді яғни бізде жақтары 6 екенін білдік. Енді қанша қабырғалары бар дейді. Қабырғалары бізде балалар 12 екен, иә. Себебі мына жерде бізде өздерің санасаңдар 12 қабырға шығады, иә. Яғни мысалы 1 қабырға, 2 қабырға, 3 қабырға, 4 қабырға, 5 қабырға, ар жағында да дәл осылай 4 қабырға бар, иә. 5 қабырға, 6-ау, 7-еу, 8 қабырға болды, иә. Енді мына жағында да тағы да 9, 10, 11, ар жағында 12 болатын тағы да қабырғалар бар, иә. Яғни барлығын қосқанда бізде 12 қабырға шығады екен, иә балалар. Келесі бізде 4-ші есеп. Егер текшенің үстіңгі жағынан қараған болсаң, төмендегі нұсқалардың әрқайсының астыңғы жағында неше нүкте болады дейді. Яғни балалар біз, мысалы біз яғни бір нүктенің астынан үсті бір нүкте болатын болса, асты бізде балалар 6 болады, иә. Себебі бізде өздерің білесіңдер қарама-қарсы жақтарының нүктелерінің қосындысы бізде 7-ге тең болады, иә. 2-нікі 5 болады, 3-тікі 4 болады, 4-тікі 3 болады, 5-тікі 2 болады, 6-нікі 1 болады екен, иә. Яғни А Г-ға тең деп жазамыз, Ә-нікі Г деп жазамыз, Б В деп. Келесі бізде балалар 5-ші есеп. 2 фотосуретші бір апта бойы күнде табиғатты суретке түсірді дейді. Біріншісі күн сайын 25 суреттен, ал екіншісі 45 суреттен түсірді дейді. Бір аптада қайсысы суретке көп түсірді және неше сурет артық түсірді дейді. Енді балалар, бірінші біз берілген жазып алуымыз керекпіз, иә. Яғни біріншісі 25 сурет дейміз, иә. Екіншісі 45 сурет артық түсірді қаншау дейді, иә. Енді бұл жерде біз балалар шешуін шығару үшін біз бірінші бір аптада 7 күн бар екенін білеміз, иә. Сол себепті біз бірінші біз 25 суреттен түсірді, иә. Бірінші адам 25 суреттен түсірді күн сайын. Сол күн сайын түсірген 25 суретті біз 7 күнге көбейткенде 175, яғни бір аптада 175 сурет түсірген білеміз. Ал екіншісі 45 сурет түсіреді, иә, күн сайын. Оны 7 күнге көбейткенде бізде 315 шығады екен, иә. Яғни біріншісі 175, екіншісі 315 түсіреді. Енді балалар, бір аптада қайсы суретке көп түсірді дейді, және неше суретке артық түсірді деп тұр, иә. Яғни балалар, өздерің салыстырып қарасаңдар, бізде екіншісі бізде 315 болып тұр, иә. Яғни 175-тен көп, яғни үшіншісі бізде суретке көбірек түсірген екен, иә. Ал неше сурет артық түсірді, оны білу үшін біз 315-тен 175 суретті азайтамыз. Сонда бізде балалар, екіншісі бірінші фотосуретшіге қарағанда 140 суретке артық түсіргенін білеміз, иә. Яғни жауабына екіншісі 140 сурет артық түсірді деп жазып қоямыз. Келесі бізде 6-шы есеп. Сызба бойынша өрнек құрастырып, амалдардың орындалу тәртібін белгіле дейді. Яғни 480 бөлінген 8 дейді, бөлінген 6 дейді, оған қосамыз дейді, 540 бөлінген 6. Яғни балалар, осыған қарасты біз сызба бойынша өрнек құрастырып жазуымыз керек екенбіз. Мысалы балалар, біз бұл сызба бойынша өрнекті бұлай құрастырдық. Яғни жақша ішінде 480 бөлінген 8, жақша жабылған бөлінген 6, қосылған жақша ішінде 540 бөлінген 6. Тең, балалар, өздерің білетіндей, бізде жақшаның ішінде тұрған есептер бірінші орындалады, иә. Яғни мынау бірінші орындалады, иә. Яғни 480 бөлінген 8. Яғни 488-ге бөлгенде бізде балалар 60 шығады екен, иә. Яғни бұл бірінші есептің жауабы. Енді бөлеміз 6 деп жазамыз, қосамыз. Енді екінші амал бізде ол екінші жақша, яғни 540-ты бөлеміз 6-ға, иә балалар. Енді 540-ты 6-ға бөлгенде бізде 90 деген сан шығады екен. Енді балалар, бұл бізде екінші амал болады. Сонда балалар, келесі біз 60-ты 6-ға бөледі екенбіз, иә. Бұл бізде уже екінші амалға жатады екен балалар. Яғни мынау екінші амал болады, иә. Үшінші амал деп жазып қоямыз. Кешірім сұраймын балалар. Үшінші амал деп жазып қоямыз, иә. Енді 60-ты 6-ға бөлгенде бізде 10 деген сан шығады, иә. Енді қосу 90 дейді. 10-ға 90-ды қосқанда бізде 100 деген сан шығады екен балалар, иә. Осылай балалар әдемілеп жазып қоямыз.
Келесі бізде балалар 7-ші есеп. Әр фигурада қанша текшеден бар? Өзің фигура құрастыр. Сенің неше текше пайдаланғаныңды досың санасын дейді. Яғни балалар мына жерде бізде фигура берілген, иә? Осы фигураларда қанша текше бар екенін біз табуымыз керекпіз. Ол үшін біз не істейміз балалар? Мысалы, балалар бірінші бізде орындық беріліп тұр, иә? Бұл жерде балалар бізде ұзындығы бойынша 1, 2, 3, 4, 5 текше тұр, ені бойынша 1, 2, 3 текше тұр екен, иә? Осыны біз балалар 5-ті 3-ке көбейтеді екенбіз, иә? 5 көбейту 3 деп жазып аламыз, қосу. Ал мына жерде балалар бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 текше үстіңгі жағында бар екен, иә? 6 текше деп жазамыз. Ал шетіне санағанда бізде 2 текше бар, иә? Яғни 6-ны 2-ге көбейтеміз. Енді осының барлығын қосамыз. Біз 5-ті 3-ке көбейткенде 15 шығады, иә? 6-ны 2-ге көбейткенде 12 шығады. Екеуін бір-біріне қоссақ 27 болады екен. Яғни балалар орындықтардың саны бізде 27 екен, иә? Яғни орындықтардың саны емес, орындықтардағы текшенің саны 27 дейміз, иә? Келесі фигурамыз бізде балалар құрмет көрсету тұғыры, иә? Яғни балалар бұл жерде біз шығару үшін, бұның қанша текше бар екенін табу үшін, иә, біз бірінші қалай жасаймыз? Яғни балалар біз 6 көбейту 3 дейміз. Не үшін 6 көбейту 3? Себебі балалар мына жерде бізде екі жағында иілген жер бар, иә? Яғни иілген жер мына жер, иә? Осындайдан бізде екеу бар екен, иә? Яғни бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 текше бар екен, иә? Осы 6 текшені біз көбейтеміз 3 текшеге, иә? Себебі бізде балалар мына жерде 1, 2, 3, яғни ені бойынша 3 текше бар екен. Яғни 6-ны 3-ке көбейтеміз. Оған қосамыз балалар. Мына жерде балалар дәл ортасында ұзындығы бойынша 3 текше, ені бойынша бізде тағы да 3 текше тұр, иә? Соны 3 көбейту 3 деп жазып аламыз. Енді 6-ны 3-ке көбейткенде бізде балалар 18 болады. Оған қосамыз 3-ті 3-ке көбейткенде 9 шығады, иә? Яғни балалар бұл жерде де бізде яғни тұғырда да, құрмет көрсету тұғырында да 27 текше бар екенін біледі екенбіз балалар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз мәресіне жетті балалар. Біздің арнамызға міндетті түрде подписация батырмасын басып жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар ең керемет жауаптарды тауып, өздеріңнің түсінбеген тақырыптарыңды қарап, білмеген есептеріңді қарап, өздеріңнің үй жұмыстарыңды тегін жасай аласыңдар балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар, сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.